бір екі үш. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Қайырлы кеш, қайырлы түн, қайырлы таң, қайырлы күн. Қашан қарап отқандарыңызды білмеймін, бірақ сонда да біз сіздерді, құрметті біздің тыңдарман, құрметті біздің сүйікті көрермен, дәстүрлі подкастымыздың 2-ші маусымында қош келдіңіздер деп отыра. Бүгін бізде қорқынышты историяларды айтатын қонақтарды қарсы алыңыздар. Жастардың талғамына сай өлеңдерде билеп шаршайтын біздің кереметтей ағамыз. Біздің кезімізде, енді мен жасырмай қояйын, бірақ кезінде осы кісілердің әндерінде өскенбіз. Бағлан Абдраимов ағамыз, қошеметтеріңіз. Және де оң жағымызда қазір тойда билеп жүрген әндерге шапқылап, шаршамай хит болып жүрген әнші Ұлан Ғасыр Қами. Біз подкасты басталмай тұрып, менде әрдайым осындай стандартты сұрақ бар. Не жаңалық болып жатыр? Бағлан аға, сізден бастайық. Жаңалық айтатындай жаңалық жоқ. Енді былтырлар осы биылға өзім үшін жеке ән кешін бердім. Сол бір ауыз толтырып айтатын дүнием сол болып тұр. Көреміз енді. Келесі жыл тағы да концерт қоямыз, мүмкін тағы да бір кино түсіретін шығармыз, көреміз. Сіздің Zero атты 2 бөлім бар, фильм шықты. Бірінші Zero болды, сосын Zero қарыз деген. Бұл енді осы құмар ойын туралы, сосын жалпы адамдар не үшін қарызға кіріп кетеді, және ол қарыздан шығуға бола ма, бір көрермендерге ой салатын, кішкене күш жігер беретін сондай мақсатпен жасағанбыз. Келесі фильмді сіз қалай ойлайсыз, сол вселенныйда бола ма, қарыз жайлы, азарт жайлы? Басқа тақырып. Өйткені әр нәрсе өзінің уақыт келе, тәжірибемен келе беретін нәрселер. Мысалға жанры қызық, бір ерекше, мысалға мысалы дәстүр дегенде де сіздер дөп түстіңіздер де, сол сияқты сондай бір қызық тақырыптар болмаса, бұлай адамдарға жалпы ақыл айту немесе бір өмір сүруді үйрету деген сияқты үйдегі болып жатқан проблемаларды үлкен экраннан көрсетсең, ол көрермендер кимейді екен. Өйткені ол болып жатыр, ол бір киноға барған кезде немесе топырлап достарыңмен барып көрсең, немесе бір бала-шағаңды семьяңмен барып көрсең, онда ол нағыз демалыс болып есептелінеді. Ал енді үйде ыдыс-аяқ сылдырлап қалады кейде. Ол бір сен киноға барсаң, жаңағыдай ері, жігіті, күйеуі өзінің бір өмірде жасаған қателіктер, әйел екеуі көріп отырса, әйелінің есіне түсіп кететін болса, сол сияқты сондай бір өкпе ренжістер болған дүние болатын болса, ол үлкен экранда еске түсіріп жіберсе, ол көпшілік оған барып көре бермейді екен. Оған да маркетинг жасау керек. Біз көріп тұрып, соңғы фильмдерге байланысты, мысалы Ыстық ұя фильмі. Алғашқылардың бірі болып, қазақ киноиндустриясындағы драма жанрында миллиард жинаған картина. Іске сәт. Бағлан аға, сосын тағы бір сұрақ, сіз кітап жаздыңыз. Бұл жолды жалғастырмайсыз ба? Кітап жазу, енді мен біріншіден жазушы емеспін, екіншіден ол кітаптың жарыққа шыққан себебі белгілі бір Аманжол, сосын Еңлік деген бір бауырларымыздың, қарындастарымыздың қолдауыменен жарыққа шығып кетті. Ал ол қиын емес, өте қиын. Жазу, оны құрастыру үлкен уақыт талап етеді. Жалпы қазір енді сондай бір ізденістерде жүрген кезде бір шабыт болды. Қазір ондай шабыт басылды, өйткені жай ғана өмір сүргім келеді қазір. Қиналмай, демалып, сондықтан ондай бір жүк алып жүрген жоқпын өзіме. Бағлан аға, сізді өнер саласындағы солдат деп айтуға болады. Өйткені сіз кезінде жігіттер тобында жүрдіңіздер, кітап жаздыңыздар, кино шығардыңыздар. Енді келесі не болатынын енді сұрауға да ұялып тұрмын негізі. Үш жақтан да, үш саладан да істеп жатсыздар. Жалпы неден көбінесе сіз шабыт аласыз, неден көбінесе кайф аласыз дегендей? Енді мен енді өзімді үнемі жігіттерге айтып жүрмін. Не деп, жалпы ер азамат өзі бір сүйікті ісімен айналыспаса, немесе бір ішкі әлеміне бір рухани құндылық беріп тұратын дүниемен айналыспайтын болса, кез келген жетегінде кетіп қалады, және де ол депрессия дегенді ол сезінеді. Мысалға мен Аллаға шүкір бірнеше жыл болып қалды, көкпардың аттарын ұстаймыз, көкпарға барамыз, өзіміз шабамыз, сосын жаңағыдай
өсіп келе жатқан жас палуандарды алып көкпарға кіреміз деген сияқты. Сол сияқты бір ерінбейтін, жалықпайтын, сол бір ат баптау, осы бір маған мықты бір шабыттың көкесі деп айтса болады. Шынымен ол атта жүргенде де жақсы біледі деп мен өз басым ойлаймын. Атта жүрген еркекте депрессия болмайды. Қызық. Лаңғасыр, қалайсыздар? Не жаңалық болып жатыр? Сізде ауыз толтырайтындай қандай бір темалар болған жалпы биыл? Қазір жылдың соңы ғой, негізі қорытынды шығаратын, мүмкін жақында бір концерт болатын шығар. Енді шүкір деп жүріп жатырық. Бізде енді концерт жылдың соңы болған соң биыл өзі андай жыл болған сияқты меніңше. Жылдан жылға уақыт тез өтіп кетіп жатыр ма? Мысалға республика сарайында концерт беретін әншілер енді көбінесе күзде болып жатады. Осы жолмен негізі жоспар болған жоқ, бірақ бір кез ойланып қалдым, негізі беріп жіберсе қалай десем, уже ноябрь болып отыр екен. Мен сентябрь деп ойлап жүрмін. Сол сияқты енді ертең істеймін, қазір істеймін деп жүргенше уақытта өтіп жатыр екен. Енді соңғы концертіміз Астана қаласында болды. Мамырда. Одан кейін енді әндер жайлап шығарып жатырмыз. Алда енді біз енді шоу бизнес қой, енді бірақ той бизнес оны мойындаймын мен. Той бизнес дегенді енді көбісі бүйтіп ойлайды ғой, тойский ән шығару деген сияқты. Енді сол тойский әндерді Балқиядан кейін де шығарып жаттық, бірақ ол сол Балқияға жете алмай қалып жатыр шығарғандарымыз. Сол үшін де енді ойланып жатырмыз. Махаббат жайында жаңағындай былай машинада тыңдайтын деген сияқты шығару керек шығар деп алда бір 2-3 ән жоспарда тұр. Енді соған баруға жалқаулығымыз басым болып жүр ғой енді. Сізде Бағлан ағамыздай мысалы келесі бір өнер саласында жүргеннен кейін мүмкін кино түсірермін деген ойдай жоқ па? Осыны айтқым келіп отырған. Негізі мен бала кезден кино түсіргім келген. Өте қатты. Анау баяғыда простой соткалар, ағамның отоба келген камералармен кино түсіріп жүретін ауылда. Сондағысы бәрін қинап, әйтеуір түсірейікші деп ешкім түскісі келмейді. Әйтеуір өзім енді дос болғасын, класстас болғасын әйтеуір көнеді. Оны бір жерге шығармайсың да, ол кезде жаңағы YouTube бар ма жоқ па білмеймін де. Өзім көргеннен рахат аламын. Негізі сондай оймен бұл өнерге қадам басқым келген. Бірақ кино түсіру оңай емес екеніне көзім жетті. Содан продюсерім екенбіз, сол сферада танысқанбыз. Негізі өзім Қарағандылықпын ғой. Қарағандыда бір кісі кино түсіретін болды. Енді ол кісі андай Қазақстан Қарағанды деген жаңағы каналдар бар ғой, соған түсіреді. Сол жерде қазір продюсермен сол жерде танысқанмын. Содан мен кино түсірейік, ол кісі де қолдап кетті мені. Сөйтіп білдік киноның қиын екенін, ол ақша екенін. Сөйтіп мен айттым, негізі менің даусым бар дедім. Әнші жасауға болады негізі менен дедім. Ол кісі тәуекелшіл, ал мен тәуекелшіл емеспін, мен жаңағындай жас болып тұрғаннан ба жаңағындай жанып тұрған. жанып тұрмын. Ол кісі тәуекелшіл. Сөйтіп жүріп Алматыға көшіп кеттік. Сөйтіп басталып. Сөйтіп Қызыл Раушан шықты. Кейін, солай. Сөйтіп осы жерде отырмын. Кішігірім Википедияны тыңдадық Лаңғасырдан. Жалпы менде мынандай сұрақ туындап тұр. Негізі Бағлан аға, сіз кезінде тойларға шықтыңыздар ғой. Көп шықтыңыздар жігіттер тобы ретінде. Лаңғасыр, сенде де ана Қызыл Раушан, Балқиядан кейін тойлар көбейіп кетті. Менде мынандай сұрақ. Біз шықпаймыз тойларға. Бізде ондай историялар аз. Бізде максимум ана клубта ғой, түнгі 1-де шығу деген. Той иелерінен ба, әлде той қонақтарынан ба бір сондай бір қызық, қорқынышты историялар болған жоқ па? Былай өмірде. Мен бір историям, қазір айта беру керек па, или анау басталады деген кезде айту керек? Айта беріңіз. Сізде бастап бер. Мынандай бір история болды. Как раз дайындап келгем соны. Әне. Жаңа айтып отырмын ғой, продюсерім Назерке ханым. Сол екеуміз жаңа бірге келдік Алматыға.
сөйтіп жаңағы Қызылаушан шықты, Балқия шықты. Енді біз ойладық, не істейміз деген кезде үй салайық дедік. Көрші болып, қазір көршіміз. Үй салып, Аллаға шүкір көшіп алдық. Сөйтіп жаңағы тойдан енді кейбір кезде бір 11, 12 бірде де қайтып қалатын сәт болады ғой. Бір күні үйге қайттық. Өзі көрші болғаннан кейін жаңағы арамызда есік бар. Мен сол кісінің үйіне барып жаңағы тамақ ішемін. Бойдақпын ғой. Тамақ істейтін ешкім жоқ. Сол үйден тамақ ішемін. Жаңағы келген кезде бір шай ішіп отырып әңгімелесеміз, идея қуалаймыз деген сияқты. Бір күні тойдан келдік. Тойдан келіп жаңағындай шай ішіп отырсақ, звонок соғылады продюсеріме. Телефонға ма? Иә, телефонға. Енді ол үйреніп қалған ғой, жаңағы той анау мынау деп айтып жатады. Громкийді қойды. Сағат түнгі 1. 2:30 ол кезде. Оба. Аха. Алло дейді ғой. Қыздың дауысы. Аха. Алло, кәдімгідей өзі жатталып қалған сөздер болып бар ғой енді. Осындай, гонорар андай бос емес. Оған қазір қамайып, тойға шығам ма дейді. Мен естіп отырмын ананы. Менің денем автоматически түршіп кетті. Сразу қарап қалдым. Иә, шығады осындай қайғалы анау. Осындай бірдеңе айтып отыр. Енді бәрі есімде жоқ, бірақ сөйтіп айтып отыр. Осындай бірдеңе дейді да. Назерке өзі тастай салды ананы. И мен де сұрақ қойдым. Кім деп? Білмеймін дейді. Мен ана денем түршіп кетті оған. Менікі де дейді. И давай тағы звондашы деймін. Звондаса, бұл не, короче, не деп айтып еді, номер тіркелмеген. Окей. Бұның алдында андай бір сондай история бар еді ғой, жаңағы солардың тойына бару деген. Иә. Бөлек. Ой. Нормально. Қалай бұл? Шынымен ана автоматически дене түршіп кетті. Ананың дауысын естігеннен. Осындай осы өнерден жүрген кездегі осы история бар екен. Назерке ханым, қателеспесем, осында отыр. Шынымен солай болды ма? Дегесің ба? Тексеріп көрейік. Әйелдің дауысы. Мүмкін ішіп алған шығар. Жоқ. Негізі ол еще орысша сөйлеймін, мен орысша сөйлей білмеймін да, жаңа қазақша айтып беріп отырмын да. Жолда бір сетсіз алмай қалған шығар, просто. Ол недоступен болып еді просто, да? Но бірақ нөмір тіркелмеген. Мүмкін кездейсоқ шығар енді, білмеймін. Жақсы. Бастамасы жаман емес. Сіздерше Бағлан аға? Өзі Алла тағала айтады, адамдар мен жындарды маған жарату үшін, құлшылық ету үшін жаратқан. Енді ол тылсым дүние деген нәрселердің барлығы мен өз көзіммен көргеннен кейін мен бұған сенем. Сосын мен көргем. Кәдімгі Құранның сүрелері оқылған кезде бұлардың қалай қиналатындарын да көргем. Бір-екі сәттерде сөйлесіп көрген кездерінде де болған. Ол тұрған өзінде бір оқытылып жүрген кезім болған. Сосын енді бір қызық нәрсе айтайын. Біз ауылды жерлерде жалпы үлкен кісілерден көп байқаймыз ғой, үйде қамшы тұрады, сосын шошынып қалған баланың немесе нәресте кішкентайлардың басына пышақ қойып қояды. Сөйтсем мен бір сол кезде көзім жеткені жалпы қамшыдан, сосын жаңағы пышақтың сабынан бұлар күйеді, қорқады. Үкі жоламайды екен. Домбыраның басына сол үшін ілген ғой. Жалпы өзі бір сосын адыраспанның иісін ұнатпайды бұлар. Кәдімгі адыраспанның иісін ұнатпайды. Сондай жағдайлар болған, енді осын басқа енді қорқынышты нәрселер қазір еске түскен жоқ. Жалпы бұл тылсым әлемменен кәдімгі барымыз енді неде Қаскелеңде Данияр деген кісі бар, тоже мысалы Шымкентте Рустам деген кісі бар. Жалпы осындай оқып, жаңағыдай не дейтін еді, жұртқа көмектесіп емдеп жүрген. Алматыда да бар, Жетісайда да бар. Сондықтан бұл кейбір адамдар ойлайды, жоқ деп сенбейді. Бірақ шынымен олардың мұсылмандары да бар, мұсылман еместері де бар. Сосын калима айтатындары да бар, айтпайтындары да бар. Енді мен бұны айтып жатқан себебім, мысалға мен алдында бір Zero кино түсірген кезде ол сол казиноның маңайында
бұл нәрселер шын жын жыбырдың мекені деп айтады да. Сосын кейін жаңағыдай ставка қоятындар қазір мынандай болады, мынандай угловой болады деп біреулер футболды айтып жатады, немесе бір цифрларды айтады, бір карталарды айтады ғой. Сондықтан бұл да бір тылсым дүниенің бірі. Өйткені адам баласы өмірінде өзінің қазір бір секунд алды не болатынын ол адамзаттың тарихында жоқ ол нәрсе. Ал енді ол жаңа мнение деп айтады ғой. Бұл енді жаңағыдай ненің сандырақ екенін білмеймін. Бірақ сол тылсым дүниенің әсері деп мен өз басым солай ойлаймын. Ол ақ пен қара кітап жазылған кезде де мен көп сол білім саласында жүрген кісілерменен де сөйлескем. Өйткені ертең жазылып жатқан кітап ол артық өзімнің ойымнан құрастырып алғандай болмайын деп солай бір анық қанына көз жеткізіп алған. Сондықтан ол жан жағымыздың бәрі тылсым дүние өте көп. Әсіресе бастырылып қалу деген сияқты. Біз бір күні Сарқановқа тойға бардық, әңгімеден шыға берді, әміре бар қасымызда. Енді кез келген адам бастырылып қалады. Түнде ұйықтап жатқан кезде мен қатты бастырылғаннан енді анау қарсыласқам ғой. Қарсыласқан кезде ана бар күшіммен айқайлап былай сілкінген ба сондай ғой. Мен мысалы диванда жатсам, оянып кетсем ары қарай бір 3-4 метрге ары қарай секіріп кеткен ғой. Қалай секіргенін мен білмеймін. Сөйтіп әміре сол күні ұйықтамай шықты ғой. Енді анау не деген дауыс анау. Әлі күнге дейін көрсе айтады, анау не болды сонда дейді. Сондай болады, бастырылып қалу деген нәрселер болады. Сонда Бағлан аға, жаңағы жеке сұрақ қояйын, жауап беріңіз келсе жауап бере беріңіз. Сіз өзіңіз жаңа оқытылдыңыз ана кісілерден. Иә. Ол сізде өзіңізде бір симптом болды ма? Сізді кім апарды? Оны көп адамдарда болады, сосын бұның емі жоқ деп ойлайды, бірақ оның уақыт керек. Бір панический атака дейміз ба? Адамдар сондай бір бойын бір қорқыныш билеп алады. Өмір сүруге деген құлшыныс жоқ. Өзінің көлеңкесінен қорқып жүреді. Бір жыл, бір жарым жыл солай қиналып жүреді. Ол дәрігерлерге де барады, жүрегін де тексертеді, бүкіл денсаулығын тексертеді, ешқандай не болмайды. Бірақ бір жері ауыратын адам сияқты, бір суицид жасап қоятын сияқты солай қорқыныш сезімде жүреді. Мен өзімде де болған, мен енді ары-бер жаңағыдай осында біздің Алматы қаласындағы Каблуковадағы психбольницаға да барғам. Өйткені мен шешімін табуым керек болды. Сол кезде бір терапевтпен отырып сөйлескен кезімде маған бір препарат жазып берді. Сосын ол кезін көрінген аптекада сатыла бермейді. Оны іздеп алып алдым, іштім. Соны жігіттермен Астанаға ұшып бара жатырмыз. Бір өсімдік сияқты болып қаласың ана ішкен кезде. Біреу сүйреп жүру керек те, отыр, тұр, жүр деп, андай өздігіңнен кәдімгідей күш қуатың андай басылып қаласың. Не ояу емессің, не ұйқылы емессің. Сөйтіп бір 2 күн іштім Астанада. Сосын мен қонақ үйде ұйқыдан тұрдым да, мен жігітпін ғой дедім, мен өзім қоя аламын, мен күресе аламын өзім. Бір 4-ші, 5-ші этажда жүрсең, 26-ші этаж биіктік десе, самолет ұшу, қону, жүру, азанда ояну, ұйықтау, 1 жылдан аса сөйтіп жүрдім ғой. Сөйтіп алдымда терезені ашып ана нелерді лақтырдым, дәрілерді. Ал сонда кері әсерін берген ба? Кері әсер бергенде басып тастайды да. Кәдімгі мысалы ана психбольницада кішкене мазасы кетіп жүргендерге сол дәрілерменен успокоить етіп қояды да. Ол маған ол жақпады. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін мен осы Алматы қаласында Фатима деген мешіт бар, сол жерде енді бір Жанат деген ағамыз бар, соған бір жолығып қалған кезінде сол действительно сол оқып, дем салып, біраз емделдім. Тіл бар, көз бар, жаңағыдай бірдеңе қара басып қалады деген сияқты. Немесе бір қатты қуанғанда, немесе қатты қорыққан кезде осындай жағдайларға ұшырап қаласың да. Содан ем өзіміз іздендік, шипасын Құдай берді ғой. Сол арқылы. Сондықтан бұл маған не дейтін еді, бөтен нәрсе емес та. Содан бастап сіз кітап жаздыңыз. Содан бастап фильм түсірдіңіз. Одан кейін барып сол кішкене казино жағаладық. Үйттік, сосын біраз уақыт жүрді. Енді жаңағыдай аурудан айығып қалдық. Бір еркіндік пайда болды. Енді 1 жылдан аса қиналып жүру деген қиын, енді ол не біреуге айтып түсіндіре алмайсың. Қазір мен мысалы досым жүр, жақсы таныс кезінде тайбокста бірге заниматься еткен. Тура сондай болып жүр. Ол барып Кореяға барып келген, енді Индияға барам дейді. Тексерілмеген жерлері жоқ, бірақ ондай емес.
жаңа мен айтып жатқан әңгімелердің бәрін айтсам тура сондай қай жақтан білесің дейді, бастан өткен ғой, біраз адамдарда бар ондай панический атака деген. 1 жыл жылайсың енді, сабыр қыласың. Негізі бағлан аға сіз дұрыс дедіңіз. Негізі бірінші специалистерге қаралу керек. Олар медикаментозно қалай жағынан енді самолечениемен айналыспаңыздар, құрметті көрермендер. Басы диагноз қойылса қойылсын, қойылмаса іздене беріңіздер. Жаңа сіз айтып отқандай бағлан аға тіл көз деген бар. Болса да бар. Елдің алдында жүресіздер. Бізде қонақтар келген кезде неше түрлі оқиғаларды айтады. Үйлерінде бір тиреуіштерді табады, бір нелерді табады. Осындай бір дүние өтті ма басыңыздан? Либо сіздердің бір жақындарыңыздан ба бір оқиғаларды білсеңіздер? Дуа жасалынады ғой. Дуа жасалынады. Мысалға сол кездегі болып жүрген нәрселер сол бір дуаның белгісі болуы әбден мүмкін да. Біз білмейміз ғой, жас болдық, мас болдық дегендей ғой. Біреуді ренжітіп қойдық па, біреудің ала жырнаттап көттік па, назарымызға алмай қойдық па, немесе бір ауыр сөйлеп қойдық па деген сияқты. Сол сияқты біреудің ала жырнаттап кеттік па, білмеймін. Енді бұл өте оңай нәрсе, бұл мен айналысу деген. Жаңағыдай сол бір теріс бата беретіндерге сен сүйретің немесе бір даналарыңды беретін болса, бұлар енді сол жаңағы оп-оңай жасай салады. Сондықтан шешімін солай іздеп ұзақ уақыт сол сабырмен шығып сөйтіп таптым деп ойлаймын енді, Аллаға шүкір. Еске түссе қорқып кетесің, ол ешкімге жауыңа тілемейсің оны. Біздің қазір көрермендерде болуы мүмкін сондай. Қиналып жүрген, оны біреуге айтсаң сенбейді, түсіндіре алмайсың да. Айттым ғой, басыңды апарып МРТ-ға түсіресің, тап-таза. Жүрегің тексересің, тап-таза. Давлениең орнында тұр. 12 мүшең сау, бірақ бір ауру адам сияқты жүресің да. Ештеңеге желание жоқ. Ол бір депрессияның белгісі де болуы мүмкін негізі ондай. Депрессия болатын болса, депрессия ол мысалға белгілі бір успокоительдерге мысалға бағынады ғой. Мынада мүлде бағынбайды ғой. Мүлде бағынбайды. Сондықтан мен де жаңа осы сәтті пайдаланып айта кетейін, солай бір қиналып жүрген кісілер болатын болса, ол көбірек ізденіс жасау керек, оқытылу керек, дем салып, таза жүру керек. Шынымен өзі бір Алла тағала өзі реттеп береді екен. Слушайте, Ұлан-ғасыр жақсы. Темадан темаға секірмей-ақ қояйық. Жаңағы енді психологиялық ауытқуларға, мысалы психология бір көмек керек болса, құрметті достар, ең бастысы оны жасырмай жақындарыңызға айтыңыздар. Ол іште сақтап керек емес. Енді біздің негізгі тақырыбымызға келейік. Қорқынышты оқиғалар. Ұлан-ғасыр, негізі мен сіздерге айтайын, мен Ұлан-ғасыр Қамиев бізге өзі жазды. Маған лично жазды, қуанышқа жазды. Менде история бар деді. Бағлан ағаның біз лайкын көрдік публикацияда. Мүмкін. Лайкын көрдік те, сосын сразу так Бағлан аға жазыңдар, Ұлан-ғасырға жазыңдар, тез болыңдар, короче, оларды шақыру керек, оларды жастар таниды, бәрі таниды, сондықтан олардың оқиғаларын тыңдайық. Сонымен Ұлан-ғасыр кезек сізге. Былтыр шықты ғой, не анау? 2 жыл бұрын, мен былтыр көрген болыптым ғой. Оны өзің жалғыз үйде болғанда көрмейсің негізі. Андай, именно самолеттен шыққан кездерде бәрін жазып аламын, сөйтіп көрем. Сол кезде мен ойладым, бірақ енді бітіп кетті уже. Түсірілім бәрі. Менде мынандай история бар, мен баруым керек мына жерге деп. Бастай берейін бе сонда? Айта беріңіз. Енді айтқанда қайсынан бастаймын? Менде 3 история ма, 4 ма бар. Оның біреуі бала кезгі, біреуі 17-18 жаста бар. Онда былай айтайық, мынандай easy, hard, very hard дегеннен бастайық. Енді easy'дан бастасаңыз. Бала кезгі ол енді өзімнің басымнан өткен. Бұл енді қалай айтсам болады, қорқынышты болған, болмай ма білмеймін. Бұл лунатик деген нәрсе. В общем, былай болады. Примерно жасым 10-да или 11-де. Біз ол кезде Талды деген ауылдың баласын каникулға жазда көрші ауданда менің тәтем тұрады. Сол үйге барам. Бір 10 күнге қыдырып. Сол кезде мен өзім негізі осындай қорқынышты оқиғаларды жақсы көрем, бірақ қорқам.
менде де сол мен естігім тыңдап сосын түнде ұйықтамай жүремін. естігің келеді, көргің келеді, бірақ жалғыз ақ қойсаң жаман. Сонымен бір күні түн болды, бәрі ұйықтап қалған. Сол күні мен қорқа бастадым. Бір бөлмеде жатырмын өзім жалғыз. Сөйтемін да Фатиха сүресін оқимын. Ықылас, Фалақ, Нас, Аят Курси бәрін оқып, как положено жатамын. Оқып тұрмын бәрін. Ұйықтап кетіппін. Бір оянсам, далада кетіп бара жатырмын. Трусыңмен. Кетіп бара жатырмын. Мен үйден шығып кеткенмін уже. Көзім ашып, есімді білем, бірақ өзімді басқара алмаймын. Кетіп бара жатырмын. Үйдің қасында андай летний кухня сияқты, бірақ андай неден жасалған, типа будка деп бірдеңе деп айтады сол кезде. Соның ішіне бардым, есікті аштым. Өзімді басқара алмаймын. Біліп тұрмын, бәрін біліп тұрмын. Уже көріп отырсыз. Иә, көріп келе жатырмын. Таң атып келе жатқан уақыт анау. Бардым да диванға бет жаттым. Қабырғада соғыс басталады. Біреулер соғысты бірге, соғысып жатыр. Талпа қабырғадан көріп жатырмын. Соғысып жатыр, бір-бірін өлтіріп, қырып. Содан бір кезде фук деп өзім жаным орнына келген сияқты бүйтіп қалдым, бәрі жоқ болып кетті. Шынымен жаңа жерде жатырмын. Сразу барып, жалаңаш жүрмін. Жүгіріп барам, есік таштаймын, есік жабық. Терезені қағып жатырмын. Дала суық, таң ғой. Сөйтіп жаңа тәтем оянады ақыры. Ой, не істеп жүрсің трусыңмен деп күліп отыр. Білмеймін, шығып кеттім. Есік жабық. Барса кәдімгі ішінен жабық есік. Қалай шығып кеткенсіз деп таң қалып отыр. Білмеймін. Негізі бәрін оқып жатқам. Бәрін оқып ұйықтадым. Есік құлыпталып тұр. Мен шығып кеткем, ішінен құлыпталып тұр. Еше соғысып жатыр біреулер. Бұл немене бар, мен түсінбедім. Бір тылсым дүние сияқты негізі. По-любому сондай сияқты. Ол өзі лунатик деген мысалға естиміз ғой, жүріп кетіп қабырғамен жүріп кететіндер бар дейді. Негізі бір нәрсеге итермелейтін сияқты олар. Осы подкастта да сондай айтылды ғой, мысалға андай. По-любому азық қылатын адамдар бар. Білмейсің, короче. Ана кімдер соғысып жатыр вообще. Бала кездегі өзімнің басынан өткен біріне. Түс емес. Визуальный галлюцинация болып жатыр, короче. Өзіңіз бірақ түсінбей жатсыз не болып. Ондай бізде бір-екі қонақтар айтқан. Айжұлдыз Айдарбекова келген кезде де айтқан. Андай өніңде болып жатқандай сияқты дейді. Бірақ сол лунатизмді негізі научный да айта алмайды ғой, ғылыми жақтан да оны түсіндіре алмайды не үшін. Сондықтан да ол анау бастырылып қалу деген нәрсені мен қазір айтқым келмей отыр, өйткені менде көп болады ол. Мен одан қорқынышты. Сіз бойдақсыз болғансыз. Жоқ, андай ғой, мысалға көбінесе емес, бұл көбінесе емес деп ойлаймын мен. Кейбір адамдар әлі күнге дейін бастырылатынын білмейді. Мен бастырылмаймын, негізі бастырылып жүр ғой. Мен де білмеген, мен бір 15-16 жасында білдім оның бастырылу екенін ше соны. И мен осы кейбір оқиғалар бар ғой, кәдімгідей адам болып келеді, шал болып келеді, кемпір болып келеді. Маған олай келмейді. Бірақ соңғы кездері жота жайлап сөйтіп басталып жатыр. Так. Менде осы соңғы болған қорқыныштылау болды басқасына қарағанда. Короче, ұйықтап жатырмын. Басылып қалып, білемін үшін басылып қалып. И бір кезде басылып қалып, бит жатқан ғой. Мына жағымнан бастап. Негізі ояу жатқан сияқтысың, бірақ басқа әлем. Екі ортада жатасың ғой. Сөйтіп жатырмын. Бір кезде. Мен соңғы кездері Фатиха ештеңе оқымаймын. Өзім шығып кететінмін ғой, үйреніп алдым. Шығып кетемін ғой деп жатырмын. Бір кезде анау келеді да, құлағыма келеді да. Ит ырылдайды ғой. Сөйтіп ырылдайды ғой. Ё-майо, бақырып жатырмын. Негізі ол өмірге естіліп жатқан жоқ, анау айқайлап жатқан. Сөйтемін да Фатиханы айтам. Жоқ. Ықылас айтам. Жоқ. Фалақты айтам. Жоқ. Нас айтып жатырмын, бірақ білдім. Минал джиннати уан нас дегенді жіберетін сездім. Минал джиннати уан нас дегенді жіберді. Атып тұрамын.
қорқып кеттім, шын айтамын. Бірінші рет кәдімгідей қорықтым осы нәрседен. И мен қорқышым қазір ол жаңағындай болып келе ма деп қорқып жүрмін. Уже көрініп келсе жаман ғой негізі. Ол Сонда енді. негізі бастырылу деген қазақтың салт дәстүрі болып кетті біздің подкастты көріп ше, ана көрермендер. Бәрінде көбісінде бар ғой. Иә. Бізде әр қонақ әйтеуір сондай бір историясы бар оның. Бірақ көбінесе сосын көрермендер бізде кейде комментарийде жазады, біреуді көреді кәдімгідей. Неше түрлері болған. Бағлан аға, сізге бір қорқынышты оқиғаңыз есіңізге түсті ма? Жаңа сіз айттыңыз, ана үш әріптілермен сөйлестіңіз дедіңіз. Енді олар жаңағыдай ғой, дауыстарын жуандатып сөйлей береді. Кәдімгідей тікелей. Сіз сонда экзорцизм кезінде болдыңыз? Болғам ғой, иә. Сіз кәдімгі жүзіге сөйтіп көрінді, иә, сөйлеп. Ол қалай болды ол? Жоқ, мысалға, басқа бір кейіпкер, мысалы, адам болатын болса, жаңағыдай ғой, звонок келген кезде бір дауыстар жуан, бірдеңе деп сөйлейді олар. Сондай жағдайларда болған. Сосын кейін жаңағыдай біздің бір Шымкент жақта бір досымызға да солай бір кісілерге апарып оқытатын болдық. 4 бала біздің шамамыз жетпей қойған. Енді мықты болып кетеді аналаршы. Мен сол кезде көргенімде жаңағыдай ұстаған жерлеріне тырысып қалады, ажырамайды. Сол кезде жаңағы қамшының сабы немесе пышақтың сабы солардың қолдарынан ұратын болсаң, автоматын бірден жібереді ғой. Сосын жаңағыдай айтып жатқанымда сол адыраспанның иісі деген секілді. Мен сол кезде өз көзіммен көргем, Құранның сүрелері оқылған кезде кәдімгідей бір аунап қиналады. Сосын тағы енді бұл айта берудің де қажеті жоқ негізінде, бірақ енді өмір болғаннан кейін солай да. Сосын бұлар білетініміз 1000-1500 жылға дейін өмір сүретінінде. Сосын ақпаратты тез алатындарын да білеміз. Сол жаңағындай ақ пен қара кітап жазылатын кезде осының барлығын білмеймін енді, Алла тағала солай өткізу керек болды ма, көрсін деді ма. Сондай бір сынақтар болған. Енді басқа қорқынышты оқиғалар есіме түсіре алмай жатырмын. Енді қалған ана бір елес бірдеңелер көрінуі мүмкін. Оған енді өз басым оған енді өз басым онша сене бермеймін. Онда біздің келесі рубрика біздің көрермендердің ютубта комментарийде жазған қорқынышты оқиғалар. Қазір оларды тыңдап өзіміз талдаймыз, не болды дегенде. Сіздердің айтқандарыңыз жай әңгіме ғой депті. Бір ютубта. Астана Тараз Тальго пойызы тек түнде жүреді. Мен мінген сайын ұйықтамаймын. Себебі Балқаш көлінің шетіне жеткен кезде пойызға перілер секіріп мінеді де ұйықтап жатқан адамдардың үстіне отырып алып, бір-бірімен әңгіме айтады дейді. Купедегі адамдар бастырылады. Ана перілер білгендерін жасайды. Жалаңбас кісілердің шашымен ойнайды. Арасында бір-бірімен таласып төбелесіп те алады. Шашылып тұрған ыдыстармен ойнайды. Сосын Балқаштың екінші шетіне жеткенде пойыздан секіріп түсіп қалады. Осының бәрін бастырылған әйелдің үстінде пері отырғанын өз көзімен көрдім. Енді сақ болыңыздар. Құрметті Астана Тараз Тальго пойызымен жүретін адамдар. Балқаш көлін өткен кезде жылайтын ұйықтаңыздар, ол сіздерге керек емес. Әйтпесе біреулер темекі шеген деп күтетін болар. Қалай ойлайсыздар? Мына жазып жатқан кісі бір өзінде бір ерекшелігі бар болып тұр көретін. Ал енді болып жатқан жаңағындай айтып жатқан әңгімелердің барлығы сол ұқсас қой бәрі. Иә. Ұқсас ол болады шынымен. Енді айтса айтты дейді ғой, негізінде қыздар негізі жиналып жүрген жақсы да, ол сол шашқа тиісетін де анық. Сосын лас жүрсең оған да тиіседі. Сондықтан 100% дұрыс ана кісінің. Ол ерекшелік көретін болып тұр ғой. Иә, мен сырттан көре алады да. Айтқандай, ана бір дос балам бар да, ол жігіт маған бір күні айтады, енді ол кезде де жас едік, мас едік демекші бағланға. Бір отырыста маған айтады, братан, білесің ба, мен негізі атам кезінде емші болған дейді да. Да ты шо, иә. Ана қыз ше, жақындама дейді. Не болды десе, көзінен көріп тұр ғой, бар бір нәрсе анада дейді. Мен братан, сен нормальный ма? Жо, брат, қазір қара, мына жерде жүргендердің бәрінде бір нәрсе бар, қайтайық үйге. Болды, брат, қайтайық дедім да. Әп-әдемі отырыстан кетіп қалдық негізі. Сондай адамдар болған бізде. Біздің арамызда енді актер болып жүрген, өнердегі жүрген деп айтайыншы, анық көрінеді ғой дейді, байқасаңыздар, бір күн өздеріңіз танып аласыздар оны. Окей. Бағланға сізде бір қасиет бар сияқты ғой? Жоқ, өйткені ол өзі айтады, сөйлеседі ол. Бір
қылықтары жүрістері бір түрлі. Ол өзі де біледі ол. Кейбір ақпараттарды бір есте сақтау, немесе бір ақпарат алу, немесе бір керемет бір рөлді ойнай салу деген сияқты нәрселерді ол сол жерден алады. Кейбір образдарды сол қалай ойнау керек екенін, мысалға біреудің образы болатын болса, ала береді, жаңағы тез береді ақпаратты. Ол жаңағыдай сценарий жаттап, оны бүйтіп мынаны қайтып ойнау керек, образын қайтып ашып берем деген сияқты ондай сұрақ жоқ ода. Ол кісілер еще өздері біледі да, бір қасиеттері бар. Өзі біледі. Оларға жаңағыдай ішімдіктен алыс жүру керек, сосын басқа да бір заттардан алыс жүру керек. Әйтпесем ол қоздырып кетеді. Иә, өзін басқарамай қалады. Так, келесі оқиға. Өте керемет подкаст. Менде болған оқиға бар, ол бір рет емес, 2 рет қайталанған 2 түрлі жағдайда. Шалқарда әжем тұрды, жер үй. Ол үйде әжем, нағашы апам бірге тұрды. Қысқаша айтайын. Әжем бір күні туалетке шығам дейді. Залда кішкене айна ілулі тұрған. Соған қарап өтіп бара жатқан ғой. Бірден шошып, тілі бұратылып құлаған. Тап сол уақытта анам барып қалған, скорый шақырып бірнеше күн есін жиғанды сұрайды ғой, анам не болды деп. Содан айнадан өз бейнемді көрдім, бірақ басқаша көрдім деп. Солай емшіге барды, содан айтқан перінің қызын өз бейнеңізді көрдіңіз деген. Екінші рет тоже залда жатқан обедтің кезі, тәтем жоқ үйде. Әже ұйықтап жатқан, ибір звуктар естіген. Көзін кішкене ашқан айналасында адам көп отыр дейді. Сосын әжем, ана қыз әлі келмеген ба деп сұраған. 2-3 минуттан кейін түсінген, үйде ешкім жоғын. Ешкім жоғын жайлап, қолын құранға қойған, бас жағында жастықтың астында ұстайтын болған. И потом тоже сол залда жатып, үйдің төбесі бұрынғы плинтусқа өзімен өзі жанған. Тоже мама сезгенді барған ғой. В общем, құрметті автор, келесіде мына үйде залда жатпаңыздар просто. Либо бір құран оқыңыздар, ол залда, либо адыраспанмен бір өтіп шығыңыздар. Жақсы, ұланғастыр, жаңағы сіздің изи оқиғаңыз болды. Келесі уровеньге көшейік. Келесісі ойшын былай болады. Бағана мен осы нәрсені естіген адамдардан да тағы да бір сұрап шықтым. Бір есіме түсіріп конкретно. И айта берейін ба деп те айттым, жаңағындай болады деді, в общем. Мен 17 жасымда 11 бітірдім. Сөйтіп 18-ге толған кезде, 17 жасымда, медресеге түсем. Қай жақтық екенін айтпай, жоқ, Қарағанды емес. Бопты. Қай жақтық екенін айтпай қойын. Бопты. Но точно Қарағанды емес. Болды. Алматы деп қоймаған ба? Айтарыз, Негізі бұрыннан түсем деп ойлайтын бала кезден. Не өнер жағы, не медресе деп. Сөйтіп медресені таңдап түстім. Басында жаңағындай 3 курс, старшактар бар, 2-ші курстар бар, біз перваштар. Бір бөлмеде, қаншам бөлме ғой? Бір бөлмеде жаңағындай 2 этажда төсек, не деп айтады? Үстінде перваштар жатады. Астында жаңағы 3-ші курс. Әр бөлмеде 1-3-ші курс болу керек, в общем. Чтоб жаңағы тәрбиелеп жаңағы нету үшін. Ол жақта енді ұры соғу жоқ ол. Чисто тәрбиелеп жақсы жаққа нету. Ақида жағынан. Сөйтіп өте жақсы. 1 ай өтті ма, 2 ай өтті. Сөйтіп менің астымда 1-ші курс жатады. 3-ші курс жатады, старшагымыз. Бөлмедегі жалғыз старшак. Атын айтпай қойын, айтпа деді өйткені. Сөйтіп ұйқы келмейді түнде. Бүйтіп бір қолым салбыратып қойып, әңгіме айтып жатам. Сөйтіп енді жаңағы уағыздар айтады, анау мынау, сөйтіп қызық болып кетеді ғой, жаңағы сондай әлем туралы. Сұрайшы деп. Қалай жалпы бірдеңе өзім қатты қызыған бала кезден. Сөйтіп әңгімеден әңгіме шығып, мынандай бір история етті. Сол медреседе болған. Бұны ұстаздар айтыпты. Бұрын осы 4-5 жыл ма или қалай. Сол медресеге бірінші курс болып түскен ғой. Бірінші курс болып түскен. Бір балалар. Сол кезде 2-3 бала жын сүресін 40 рет оқыған екен.
білмеймін неге оқыған, 40 рет оқыған екен. Сөйтіп оқи берген, сөйтіп сол күні ұйықтайды. Сол ішіндегі бір бала ұйықтаған кезде түс көреді. Сол медреседе не бар, жаңағы қол жуатын жер, ары қарай туалет 3 кабинкадан тұрады. Туалетте оянады. Түсінде туалетте отыр екен, и бір қыз бен жігіт сөйлесіп тұр екен. Ойлап қалады, медреседе қыз жоқ қой енді. Ұлдардың медресесі. Қыз не істеп жүр? Сөйтті, атып шыққанда қыз жалт қарайды оған. Қыз тұр. И бірақ жүреді ona. Кіріп кетеді. Оянса сол туалетте отыр екен. Сол туалетте оянған. Оянады да шыңғырып, олар айтты маған, аяғы жерге тимей коридорда жүрді деп. Оны ұстап алады, емдей алмайды, короче. Ұстап алады, емдей алмайды. Соны осы историяны айтады анау. Сөйтіп ол медресені айналып жүретін болған, короче. Сөйтіп, в общем, шығып кеткен ғой. Енді мұнан енді сол медреседе мен оқып жатырмын, сол туалет. Сөйтті анау. Әлі 3 жыл бар. Анау айтады ғой, мен саған вообще қорқынышты нәрсе айтайын ба дейді. Не десем, сендермен де сондай бала түсті ғой дейді. Бірінші курсқа. Ё-моё, қалай? Шын ба? Шын. Кім? Айтпаймын дейді, айтсаң қорқасыңдар. Сөйтіп, по-любому қызық қой. Сөйтіп жүреміз. Кім ол? Кім? Білмейсің ғой? Сөйтіп бір күні осының алдында болған, мен көргем. Ол кезде білмей тұрдым ғой мен. Сендермен бірге сол бала түскен деген. Сол бала емес, тоже кіріп кеткен бала түскен екен. Окей. Сөйтеді, бізде медреседе андай болады. Сағат 11-де жиналыс болады, бәрін жинайды. Кім бар, кім жоқ, жаңағы бірдеңе білдіріп қойса бәрін айтады, сөйтіп жазасын береді, в общем, шоқпен ұрып. Бәрін ұйықтайды, отбой болады. Сол кезде мен осының алдында бұл оқиғаны естімей тұрып, мен 2-ші этажда жататын жеріміз. 2-ші этажда көтеріліп кеткем. Бірінші. Бәрінен бұрын. Сол кезде менен бұрын біреу көтеріліп кетті. Сөйтіп анау, короче, аяқпен былай. Қыздың даусымен ше. Бір бала жүгіріп кетеді жаққа. Жаңа туалетке. И жаңа туалет мына жақта ғой енді. Қол жуатын. Мына жақта жаңағыда кір жаятын жер. Кірімізді өзіміз жуамыз жаңағыда не. Сол жаққа барып жаңа кірлерімді нетіп жатсам, бір қыздың даусынан шығады. Деп жай барсам, ана айнаға қарап, жаңағы бала күліп тұрған. Сол кейін білдім ғой, сол бала екен, сондай болып түскен. Оны былай күнделікті өмірде жүре береді. Жүре береді, кейде сондай болады, иә. Оны кейін балалар айтты, сол балалармен жататын бір бөлмеде. Оянған кезде алдында тұрды деген сияқты нәрселер айта бастады. Сосын оны жаңағыдай мықты ұстаздар шақырып, жаңа емдемекші болды. Емдей алмады. Оның ішіндегі қыз екен. Аты Аружан екен. Аружан. Содан кейін ол медреседен шығып кетті ақыры. Оған неге кірді дегеніне де, короче, ол мықты оқыған екен. Қызылға жаңағындай нетіп бітіріп, ол ана Қызылға университет нелерді бітірмей, бұл жерде жаспен нетпейді. Мысалы бізбен мен өзі 17-те болдым, 30-дағы адамдар бәрі оқып жүр. Біреулер қари болады, біреулер не. Қарамайды. Университет или колледж бірдеңе бітірген болып тұр ғой Қызылға. Соны бітірген. Жоқ, шатысып отырмын. Ол жақсы оқығанда бітіре алмай қалған. Сол кезде кіріп кеткен екен ол. Ол депрессияға түсіп кеткен ба бірдеңе болған. Сондай болды. Енді бұл жалғасады тағы да. Енді анадан туалетке бар. Концертте жүрсен деп. Жоқ, өзі концерт қайда концерт? Енді жалғасады. Енді ана туалетке бар. Аптаның бір күні бөлме-бөлмемен кезекшілік келеді. Біздің бөлмеге келген кезде жартысы кухняға жауап береді, жартысы туалет пен душ жуады. Мен туалет жуатын болып қалдым. Сөйтіп, енді анам естіп алғам. Барам. Біреу душ жуады, біреу туалет жуады. Душ жуатын ол кетіп қалды. Уже ертерек жуып. Мен бардым, бәрі ұйықтап қалған. Қорқып жатырмын ғой енді. Сол туалетте болған, еще 3-ші туалет жабық. Ол жауып тастаған, сол үшін жауып тастаған деп айтады, жаңағыдай білмеймін енді.
сөйтіп бір кез тазалап жатырмын, мә қорыққан осы көрінеді ғой, тазалап жатырмын, жуып жатырмын, анау мынау. Сөйтіп екінші туалетке келемін, қатты қорқып кетемін. Сол кезде анау туалеттің ішін жуатын мынандай щетканы салатын бар ғой мынандай. ершікке. Иә, қазір енді жаңа неше шығып кетті ғой, кәдімгі обычный андай пластмасс. Оның асты, ол пластмастың асты қос қой негізі. Ол бітсең деп қана етесің. Ойлашы, сол кафельда тұр. Сол бүйтіп тұрады да дейді ғой. Көзінше ма? Көзімше. Сәлем айт. Анау, ол өз-өзімен, ол тайғанайымтын нәрсе емес, ол бар ғой. Мә, ананы көріп қаштым. В общем, осындай история бар. Бірақ енді былай деп айтады бәрі. Бұл енді медресеге бармау керек, түспеу керек деген нәрсе емес. Бәрі айтты, медреседе просто мықтылар жүреді екен. Олардың ше. Өйткені медреседе по-любому бізге қазір қарағанда ол медреседегі иманы күшейіп барады ғой. Оларды сындыру қиын, сол үшін Қорқытады. Иә, мынандайлар барады екен ғой. Сондай история. Мынандай подкасттар жүргізгім келмейді, мен шашадым еркекше. Мынау деген. Окей. Бағланаға бір еске түсті ма? Біз күте береміз. Біз действительно қорқытып қоя. Бұл біздің досымыз. Окей. Досымыз. Ұнады ма? Окей. Дене түршіп кетті. Түршіп кетті. Сол үшін күліп жүрген екен ғой, Салта. Ал жексен алдандың күтіп. Ар жақтан кеш шама марама шығама деп ойлағам. Әдемі. Негізі осылай дайындалып келу керек қонақ ретінде. Молодец болған қазір. Сіздің досыңыз ғой, аты ғой, Аружан емес па? Надырген туған мінізі. Болды. Сәлем. Так. Өзім білмеймін. Маяқтан шыққан кезде. Негізі крик болмау керек еді, братан. Крик көрген кезде уже, крик. Бірақ сонда да шошып кеттім. Құтта әсер Енді сондай подкаст енді. Ең бастысы достар қорқып жүрмейік, әйтеуір ол нормально, ондай өмірде болып тұрады. Жақсы. Онда Ұланғасыр, жаңағы сіздің very hard оқиғаңызға керек. Енді Бағлан ағамыз үндемей тұр. Ол тек тыңдайды қазір. Давайте. Келесі история енді ол менің историям емес. Ол менің 2 класстасымның историясы. Мен оны әлі күнге дейін сұраймын. Өтірік емес па деп ше. Олар әлі күнге дейін айтады. Өтірік емес. Кеше де сұрадым тағы да. Мен осындай баратырмын. Прям айтып берді. Тура сол, ешқайдан жаңылыспайды. Короче, Ырзалық пен Ернар деген класстасым бар. Екеуі жынды общем. Примерно 7-8 оқитын кезі біздің ауылда андай Қызыл көше деген бар. Өзімде сол Қызыл көшеде тұрмын. Қызыл көше и Қызыл көшенің қасында өзеннің ар жағында шілік деп айтамыз біз енді андай тал ғой. Шыбық сияқты өсетін тал ғой. Былай орман сияқты. Шілік деп айтамыз. Сол шіліктің ішінде бұлардың несі болады? Бір типа не деп айтады? Мындай бір қант пісіреді, жаңағындай киіз үй сияқты жасайды, соғыс ойнайды, жұмылып болып отқан кез ғой. Как раз. Сөйтіп екеуі барған сол жаққа ергіп, ойын ойнайық бірдеңе деп. Сөйтіп барады да екеуі бір-бірінің арқасына бүйтіп қарап тұрып дәрет сындырады. Біреуінің аяққа қарап тұрды. Сөйтіп тұрған кезде Ернар деген ана қара дейді. Қарап қалса екеуі де көрген. Енді любой мысалы нәрсені шошыған кезде, қараған кезде 1 секундта қаншама ой келеді ғой адамға. 1 секунд өзін қаншама ой келеді. Ит деп ойлаған ғой негізі. Былай көрсетеді, әлі күнге шейін көрсетеді ғой. Қап-қара, құйрығы бар. Жүн үсті басы бірдеңе қарап тұрған. Талдардың арасынан. Бірақ енді адам жүретін жер емес анау. Тікенек жаңағындай анау бір көргенде ит деп ойлаған, бірақ адам сияқты тұрып тұр, бойы ұзын. Сөйтіп жоқ болып кетеді. Жүрген сыбыс андай ештеңе жоқ. Мыналар қорыққан орнына наоборот қызығып кетіп анау қуады ғой артынан. Жоқ вообще ештеңе жоқ. Бірақ анау білмеймін не екен, итім деп ойлаған ғой. Сөйтіп үйіне барады, үйіне барса папасы ағаш жарып отыр екен. Иә, ағаш жарып отыр. Сөйтіп барады да сұрайды. Ит үйде ма деп.
ит үйде жаңа бір жерден келген жоқ па, жоқ келген жоқ, бағана жатыр деп. Соны тоже айтып, еще айтады ғой, ана Mortal Kombat'тағы Нопсай деді дей ма, бір соған ұқсайды деп, Нопсай деді дей ма, бірдеңе. Соған ұқсайды деп білмеймін. Тоже немене екен. дәл сол ғой, сол бағана алып жасам әңгіме болып отырық иә жалпы солай бейнеледі ғой олар. да неше түрлі Оборотень сияқты ғой былайша айтқанда. менде де сондай бір оқиға болған. Ауылда тұрып жатқан кезде папамның, мен айттым ба айтқан жоқпын ба оны бір подкастта, бірақ үйге қонақ келген ауылға. Сөйтіп жайлауға енді ана малды апарасың ғой таңертең. Сөйтіп ана общий біздің қойшы бар да, сол бәрін алып кетеді малды әрі қарай. Біз ана бензоколонкаға дейін алып келсек болды таңда. Сөйтіп папамыз енді кішкене демалған ғой енді. Ұйықтап қалған. Таңғы 6-та тұратын постоянно. Сөйтіп малды ана бензоколонка деген апарып, бақташыға беріп, тапсырып өзі үйге кетті. Сөйтіп таңғы 9 тұрады да бас ауырып отыр да енді. Мен оятады. Мен интернатта оқимын, үйде сирек боламын былай, тек неде ана демалыстарда келем. Сөйтіп мен оятады, алдыр баршы, апаршы ана малды, басым ауырып отыр дейді. Ой, папа кетіп қалды ғой десем, жоқ, бір жарты сағат жүрсең былай тура, жетесің дейді. Мақұл деймін, малды шығарам да ана бензоколонканы өтем, апарам. Шақ сиыр болған бізде өзіміздің. Апаратырым, көрінбейді ғой анау үйір ше, көрінбейді. Апаратырым, что-то көрінбейді вообще. Уже артқа қарасам, ауыл жоқ уже. Мақұл деп, апаратырым. Бір кезде үйірді көрем. Уже оказывается демалып отыр да біздің бақташ. Сөйтіп сиырды былай тапсырамын. Қайда жүрсіңдер, анау деп. Батен демалды ма? Бопты онда. Давай кешке көрсеміз ғой, давай. Бұрылсам, қайыққа баратынымды білмей жатырмын да. Уже дым көрінбейді. Біз Павлодар жақтанбыз, бізде таулы аймақ емес қой, бізде жап-жазық дала. Әшейін дала, іздермен бара берейін деймін да. Іздермен қалай келдім, солай барам. Қайтып келатырмын, көрінбейді ғой, ауыл көрінбейді енді. Ауыл көрінбейді, бәрі келді. Жоқ, күн кәдімгідей, күндіз жап-жазық дала просто. Ап-ашық аспан, бірақ ауыл көрінбейді уже. До того кетіп қалған ғой мен. Кетіп баратырмын бір кезде. Уже ойыма келеді ғой. Қазір ешкі келеді, жылан ретінде келеді, иттің кейпінде келеді. Сөйтіп кетіп баратырмын, бір кезде сондай ойлар уже жей бастайды. Уже артыма былай қарай берем, біреудің несі, қарағандай бір нәрсесі болып отыр да, просто зыттым мен үйге. Жүгірдім де, сосын бір іздерді таптым, үйге келдім, сосын папа айттым, папа қонақтарды шақырмай ақ қойыңызшы, келмеңіз. Өйтіп өзіңіз тұрмасаңыз, либо маған айтып қойыңыз, мен таңғы 5-те өзім апарамын. Бопты. Так, тағы оқиғаларыңыз? Оқиға еске түспей жатыр ғой, енді ол қазір мыналарынан кейін жай қорқынышты емес болып қалады. Мен кішкене бір ақпарат бере кетейін. Жалпы жаңағыдай ол адам баласына тиіскен кезде біз мысалы сол шығарады ғой оқып. Сол кезде кәдімгідей калимасын айтқызып, сөйтіп бір ризашылықпен шығармасашы, бұлар 4-3-7 ұрпағына дейін айналып келіп тиіседі екен. Ең проблемасы сол екен. Мысалы кейде бір мықтыларын шығарады ғой. Қинап, жаңағыдай ерегістіріп, сөйтіп бір күштеп, не бір мықты кісілер бар ғой, солар жаңағыдай қинап шығарып жіберетін болса, ол немересіне ма, шөбересіне ма айналып келіп соған тиіседі екен. Оған ерегісіп қалады екен да. Сосын маған бәрі айтып жатқандарымыздың барлығы енді қорыққанға қос көрінеді деп айтады, басқа нәрселерде болуы мүмкін, ал енді қазіргі айтып жатқан бүкіл нәрселердің барлығы ол медреседе болғанда, жаңағыдай адамның бір қарапайым тілмен айта салайыншы, қатты ішіп кетуі де, немесе бір жаңағыдай психологиялық ауытқу болып қалуы, көбінесе осыған көбірек байланысты бар да. Сол енді бұдан енді бір бұл күлетін нәрсе емес, сосын ойнайтын нәрсе емес, енді тек Алла амандық берсін. Сондықтан өте ауыр тақырып. Мен енді анау неден дәстүрді көрген кезде анау қойылынған сахналарында бар ғой шынымен сондай. Дуалға шығып кететіні бар. Адам үшін мен көргенмін да. Тіке тұрған адам белінде сүйегі жоқ сияқты былайынан бүйтіп шалқасынан бүйтіп жатып қалған көргенмін ғой. Сосын тұрған адам бүйтіп артқа қарай 4 метр
бір секунд болмай фук етіп ұшып кеткендерін де көргенмін да. Сондықтан бұны живойын көргеннен кейін енді Аллаға да шүкір енді бұны көрсетіп қойған. Бірақ қиын нәрсе. Ана бір иман ахуалың немесе бір сәл ақпарат біліп, мына подкасттың да бір пайдасы бар шығар. Ертең бұл білмейтін адам өмірде кездесіп қалатын болса, жүрек тоқтап қалуы мүмкін да. Мынандай ақпараттан кейін сондай бір тылсым дүние кездесіп қалып жатса, онда айтады, баяғыда осындай бір айтылып еді. Осы екен ғой деп. Сондықтан бұл да бір негізі дұрыс деп ойлаймын. Кішкене ақпарат беріп, айтпасам сенбейтіндер көп та. Әрине, бізге келетін ұстаздар, мысалы имамдар кейде айтатын, ең бастысы құрмет көрермендер, қорықпаңыздар, сіздер мықтысыздар. Мен тек қана қазір мұсылман қауымына емес, жалпы бүкіл адамзатқа айтып жатқаным, өйткені бізді көптеген басқа да дін өкілдері қарайды. Сондықтан да қорықпаңыздар, бұл жай ғана қорқынышты оқиғалардың жиынтығы. Қатты сезімтал болсаңыздар, достарыңыз қатты сезімтал болса, қатты қорқатын болса, онда қарамай қойыңыздар бұл подкастты. Ол да бір мен де сізге кеңес беремін. Және де жаңағы Бағлан аға сіз айтқандай, бізде сценарист ретінде бірінші бөлімнің мен де айтайын, мен де көргем, оны көрермендер білет, мен айтқам оны. Және де ең соңғы сахнаны айтып отырсыз жаңағы. Ол толықтай Шымкентте енді сол экзорцизммен айналысатын ұстаздың аузынан шыққан әңгіме. Сондықтан да біліп жүріңіздер. Ұланғасар аға, тағы бір сөзіңіз бар ма көрерменге? Оқиға ма? Жоқ, оқиға жетіпті де. Енді жалпы жаңа ғана бастырылу қойын көбінде солай деп ойлаймын. Негізі оны қорықпау керек деп айтады. Қорықсаң, наоборот, келеді, қорықсаң тыпырылып кетеді ғой бірдеңелер. Сол қорықпау керек. Жаңағы шама келсе бәрін оқып, таза жүру керек, осы жолмен жүру керек деген сияқты. Сол сосын ужас кино негізі көрмеу керек. Подкастта үйде осы подкастты негізі жалғыз жатып көрмеңіздер. Бір дос балалармен 3-4 бала болып бірге қорқып жүрсеңіздер болады. Жаңағы тағы Бағлан ағамыз айтып кеткенде ауыр тема болғаннан кейін мойындаймын, бұл өте ауыр тема. Сондықтан да дәстүр 2 теріс бата бізде таза мифологияға сүйенген. Сондықтан да киноға келіңіздер. 25 желтоқсаннан бастап дәстүр 2 теріс бата Қазақстанның барлық кинотеатрларында келіңіздер, бірге қорқып жүрейік. Теріс бата. Сондай ғой.